қалайсыздар? Менде мынандай рейкиді дамып жатыр қазір. Рейкидің акасы каналдары болады екен. Рейкидің мы духи рейки дейді. Рейки энергиясын, әр энергияға тиесілі духтар бар дедім я. Олар, это выше даже учителей идет, выше уровень. Сөйтіп духи рейки соларға дейін жеттік бүгін. Бір кісіге алдында мен 180 мыңмен рейкиді үйреткен болатынмын. Бірінші, екінші ступень қыздар менде сразу үйренесіздер. То есть бірінші ступень мен өзім 200 мыңға үйлендім. Сосын тағы да екінші ступеньде 300 мыңдай сондағы үйленгем, сөйтіп үйленген болатым қыздар. Сіздерге мен 2 ступеньде 250 мыңға үйлетемін. Енді қараңыздар, бұл жерде еще біздің обучениеміз енді өзгелетін болды. Бізге каналдарын көрсетті рейкидің. Сол кісінің сферасына кіріп, ол кісіні көтерем ғой, рейкиға посвящать еткен кезде бізге каналдар ашылып кетті. То есть менде енді қазір расширение сознания болғаннан кейін, санам кеңейіп жатқаннан кейін, порталыма кіргеннен кейін маған енді сол рейкидің жоғары жақтарына өтіп кеттік. Рейкидің духтар ашылды. Сол духтарға дейін жеттік. Олар маған алақанда сол энергиялардың, каналдардың, символдардың қай жерінде болатынын көрсетті. Қайсы қалай ашылады, қай символ қай каналда тұратынын соны түсіндірді. Енді бір адамға сеанс жасайсын деді, маған рейкиге адам келеді, сол адам арқылы узнаю, как ставить еді. То есть өзі үйретеді маған, мынандай каналды былай ашты үйретеді. Алдында бір каналға қосып үйлендік, енді қалған 2 каналға тұрғызып үйретеміз. Үйлеттік, оның еще сөйлде өзгертетін заттарын өзгертеміз. Получается, әр канал, әр неге энергияға нетеді. Бірінші канал бір неге бесі, екінші санаған деген сияқты сөйтіп әсер етеді, жанға, тәнге әсер ететін каналдар өшім. Сущностьтарды шығаратын, ауруларды емдейтін, запростарға жұмыс бәріне істейтін каналдар өшім. Соны түсіндіріп айтатын болады, соны істеп сіздерге осы рейкиға қосатын болам. Сіздер сонда бірінші, екінші ступень сразу үйренесіздер. Сосын маған цин айтты, өзінің учениктерін шақыр деді. Цин энергиясы ол да сол духи рейки солармен бір. Ол айтты, өзіңнің учениктерін шақыр деді. Сосын оны қалай жасаймын деп едім, пространство порталмен қосыл деді. В общем, кого будет это видео резонироваться, да, с кем, у кого будет что-то подниматься, іштеріңізде бір түрлі сезім, емсе түсіңізге келіп, или бір желаниеңіз оянса, осыны оқуға, значит, это для вас деген сөз. Боларыңызда қасиеттеріңіз болса да, болмаса да, просто желаниеңіз оянса болады, бұлмен любой адам айналыса алады. Өйткені бұл бізге тиесілі энергия. Вибрацияларыңыз көтерген сайын рейкида, пранада күшті ашылады негізі. Мен байқасаңыздар, вибрациям көтерген сайын маған мына энергочисткалар басқа жағынан ашылады. Сонда біз деген мынандай төменгі, мынандай просто так энергочистка ғана жасап беремейміз. У нас будет все это расти. Канал это означает, что это высший уровень өтеламыз, рейкидің бір үлкен несіне өтеміз, уровень өтеміз. И она будет более проникновенна, более с высокой частотой будет работать. Вот қыздар, жігіттер, кім оқығысы келеді, кім емдегісі келеді, кімде қолында энергиясы бар, аяғында энергиясы бар, адамды сипалағысы келіп тұратын адам, интуитивно вы уже готовы к этому. Адамның ауырған жерін, жан дүниесін түсініп тұрсаңыздар, сезіп тұрсаңыздар, адамды қатты сезетін адамдарға бұл особенно керек техникасыздар, өз энергияларыңызға дұрыс бағыттап жұмыс істей білесіздер. Бұнымен сіз өзіңізді де, өзгелерді де, растенияларды да, жануарларды емдеуге болады. Можно заряжать вещи, все, камни, амулеты, все можно заряжать, қыздар. Рейкимен все можно делать. Пранамен то же самое на самом деле. Просто біз оны қолданып білмейміз, да? А так пранамен де то же самое істеуге болады. Сөйтіп қыздар маған сөйтіп пространствоға жіберді, сосын бүкіл санаммен өзімнің маған келу керек учениктарым деді, учениктеріме сигнал жібердім. Бүгін тағы да істейсің деді, сосын бәрін шақыр деді. Міне сол үшін осы видеоны сол энергиямен шақырып отырмын сіздерді. Кім оқу керек, сол оқиды. Так, бағасы 250 мың өзгермейді қыздар, Үйренемсеңіздер, пожалуйста. 6 инициация болады ол жерде. Бірінші ступенің 3 инициациясын өткіземіз. Одан кейін сіздер 21 күн техника істейсіздер, практика істейсіздер. Содан кейін екінші инициацияларының инициациясын өтсеміз. 3 инициация ол учительский, практиктік, То есть өзгеге істеу, сол символдармен 3 каналға тұрғызуды үйретемін. Оның бәрін салып қоямын. В общем, соны үйренесіздер, қыздар. Научитесь лечить других людей, научитесь себя излечивать. Например, денелеріңізде ауру бар адамдар бар.
непонятный аурумен ауруыңыз мүмкін. Сіздерге осындай бір нәрсемен айналысу керек болады. Например, маған кеше бір кісіні бойында бір непонятный ауру бар екен да, непонятно приступ ұстайды екен. Ол кісіге оказывается цигунмен айналысу керек екен. Еркек адам ол кісі бізде постоянно жүретін менің тұрақты оқырман десе болады, иә. Ол кісіге, например, цигунмен айналыс дейді. Цигун ол кісіні сол ауруынан емдейді. Көрдіңіз, сіздердің қасиет қысты дейміз, сол қасиет қысқанда біз осындай істермен айналысқанда біз босаймыз, қыздар. Вот емшілер, сондай энергиясы бар, сондай сезімдері бар адамдар сіздерге прям осындай заттарды үйрену керек. Бұл кәдімгі біздің қазіргі болашақ осы сәтке берілген біздің неміз, құралымыз. Бұрынғы емшілер болсын, нелер болсын, бәрі осылай емдеген. Негізі принцип один и тот же, просто әйтеуір алып қашып, ұмыт қалғанбыз, қалай емдеп не істеу керек. Но в принципе бізге берілген осы емдер, осы жердегі бүкіл адамзатқа берілген емдер, құралдар болар. Вот, сондықтан рейкидің келесі жоғарғы уровеніне өттік. Сіздерге соны үйрететін боламын, и ол сіздерге доступны, қыздар. Это вам доступно. Не думайте, на Асель ханым ғана оған доступны, вибрация жоғары. Нет, вы доступны. Барлығыңызға ол доступны. Жарай ма? Каналға қалай тұрғызып үйретем, практикамен соны істеп үйренесіздер, емдеп үйренесіздер. Рейки вообще тоже бір универсальный заттар сияқты. Пранада негізі универсальный энергия ғой негізі. Оны любой затқа қолданса болады, біз просто білмейміз да. Прана просто мынандай жоғардан келіп былай көтерілетін энергия болса, рейки төменнен просто біз екі түрлі адамдар болады да. Бір адам жанмен ашылатын адамдар болады, бір тәнмен. То есть әрқайсымыздың активный неміз бар, иә, біреудің душасы, біреудің тәні активный, да. Кто-то больше душу чувствует, кто-то прана, тело. И соған байланысты біз соны қосамыз. Тән қосылғаннан кейін жан қосылу, жан қосылғаннан кейін тән. Кто-то через тело, кто-то через душу, просто қайсы бірінші өтеді соған байланысты. А так екі де бізді оятатын зат. Просто кому что больше подходит, кому что нужно первее делать. Кому-то рейки, кому-то прана, да, но в целом бірінші келсеңіздер прана келістер маған, иә, екен мен біріншілердің душаларыңызға қараймын. Вот, сондай техникалар, поэтому ол екеуі де бізге керек. Екеуімен де емге келсеңіз, екеуіне де келіңіз. Ал үйренем десеңіздер, өзіңізге қайсы ұнайды, соны істеңіздер. Вы больше телесный практик или больше там по душам, да, вот по чувствам, по эмоциям, да. Вот, қыздар. Больше надо направлениеңіз психологияға болса, прана көріңіз, да, бақсылығыңыз болса, например, адамның өміріне әсер ете алатын энергияларыңыз болса, біз сонда нераскрытый энергияларымыз көп бойымызда. И оларды қолданбасаңыздар, сіздің бір жеріңізді әйтеуір ауыртып, бір проблемалар создавать етіп тұрады. Өйткені ол просто сізді біреу қысып өлтіріп жатқан жоқ, қыздар. Ол просто сіздің бойыңыздағы нереализованная энергия. Нереализованная энергия, она всегда делает дискомфорт. Біздің денемізден ол шығу керек, солай ашылу керек. Бойларыңызда сонда нереализованная энергия, она всегда сізді либо жұмыстан қысады, либо басқасынан, либо денсаулықтан, әйтеуір бір жақтан қарым-қатынастан солай қысып тұрады сіздерді. И соны сіз реализовать етіп, потенциалыңызды ашқанда ғана адам бақытты өмір сүреді. Біздің бойымыздағы сол энергияны ашып үйренеміз. Біз сол алып келген заттарымызды ашпағаннан кейін жолымыз байланып, тұманда өмір сүрген сияқты өмір сүреміз. Нам нужно уметь раскрываться. Вот, сондықтан рейкиға шақырамын. Менің учениктерім, кто с кем у меня есть контракт, приходите, обучайтесь. Кому, например, мен жақын болып сезінем, менен үйренгіңіз келеді, или просто үйренген алғып келем деген сезім оянса, значит, вы должны. То есть сіздер тосып отпаңыздар, маған болам екен, бізде көп сөйтіп келеді кісілер. Я говорю, неге сіз өйтіп сұрайсыз біреуден? Вот сіз хотите это, значит, болады. Понимаете? Біздің ішкі желаниеміз, ол біздің жанымыздың қалауы ғой. Я не говорю, когда мы через эго, например, біреуді, егер де сіз оны сразу түсінесіз, егер де біреуден асып кетіп, анау сияқты болғым келеді, мынау сияқты боламын десеңіз, уже түсіне бердіңіз, ол просто эгодан. А когда мы хотим просто басқа адамдар білсе, анадан асып кетем, мынадан асып кетем емес, просто өзіңіз білем деп келсеңіз, өзіңіз просто қаласаңыз, ол значит так надо, значит вам нужно деген сөз. Қорқынышпен мен қалып қалдым ба, мен өте алмай қалдым ба, мен анадан қалып қалдым, бәрі өтіп отыр, мен дамымай қалдым деп қорқсаңыз, не надо. Просто ішкі желаниеңіз ояна ма, блин, осыны өткім келеді дей ма, значит это правильно.
значит, вам это нужно. И вам не надо ни у кого спрашивать, маған ерте ма, жай ма, кеш па, оны сіз шешесіз. Лидер болып үйленіңіз, өз өміріңіз өзіңіз шешесіз, өзіңіз шешім қабылдап, өзіңіз жүріп үйленіңіз. Қасиет сондай лидер, способный, сондай өзін аша алатын, өзі қабылдап, соны істейтін адамдарға келеді. Вот соларда күш ашылады. Воля болмаса, біз есіктерді ашамай тұрамыз. Поэтому күшейіңіздер, маған керек адамдар бәрі келсін, оқысын. Менде бағасы өте қол жетімді, меселге бірінші, екінші ступеньді 250 мың. Хотя мен өзім бірінші ступеньнің өзін сондай бір бағаға оқыдым, я. Екінші ступеньді сонда мен бір 500 мыңнан аса ақшаға мен бірінші, екінші ступень өттім десеңіздер болады, я. Вот сондай ақшасы сондай болды, в общем, ұмытып қалдым даже, но примерно сондай ақша. В общем, это не было дешево. Үшінші ступень вообще одан да көп болды, я, 700 мыңнан аса болды. Мен сіздерге 500 мыңмен үйретемін. Үшінші ступень ол учительская степень. Оны да сіздерге үйрете аламын. Учитель боламын десеңіздер, тоже мен сияқты үйретемін десеңіздер, тоже істесеңдер болады. Главное, өздеріңіз істеп, үйренгім келеді, осыны білгім келеді, осы энергияны ашқым келеді, қолданғым келеді деген желаниеңіз болсын. Оны сіз басқаға істемесеңіз, хотя өзіңіз, өз бала-шағаңыз, туысқандарыңыз демдесеңіз де, өсімдіктер, нелер, просто энергияны сезініп, өзіңіз демдеуге арналсаңыз да болады. Бірінші, екінші ступеньде сіз бірінші ступеньде өзіңізге істеп үйренесіз, екінші ступеньде өзгелерге сразу солай практик боласыздар. В общем, практиктер дайындаймын, рейкиға келемін десеңіздер, пожалуйста, келіңіздер. Офлайнда, онлайнда үйрете аламын қыздар. Келе ма? Офлайнда, онлайнда үйренесіздер.